Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен шоколадты пирог дайындайтын боламын. Ең алдымен маған тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай. Осы пирогқа керекті заттардың барлығын төменге описанияға жазып қойдым. Сол жерден өлшемін қарасаңыздар болады. Ең алдымен видеода көрсетілгендей етіп, осылай жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Содан кейін үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Әппақ көбік болғанша араластырамыз. Осылай жұмыртқамыз бен қантымыз жақсылап араласып болғаннан кейін үстіне жылы сүтімізді, сосын сұйық майымызды құятын боламыз. Барлығының өлшемін төмендегі описанияға қалдырдым. Миксердің жай жылдамдығына қойып бір араластырып аламыз. Содан кейін құрғақ заттарымызды біріктіреміз. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді және какаоымызды салып араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін електен өткізіп, сұйық массамыздың үстіне салатын боламыз. Осылай ең алдымен мен лопатканың көмегімен араластырып алдым. Содан кейін миксердің жай жылдамдығына қойып, түйірлері жазылғанша жай миксерлеп алатын боламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Қатты сұйық болғаннан қорықпаңыздар. Сіздер пештеріңізді 180 градусқа қыздырып 40-45 минут пісіріп аламыз. Пеш қатты қызып кетпеуі қажет. Және пешке салғаннан кейін пирогымызды аузын міндетті түрде ашып қарамаңыздар, өйткені төмен түсіп кетуі мүмкін. Осылай пирогымызды ыстықтай формасына шеше беруге болады, және ыстықтай кесе берсеңіздер де болады. Мен осылай ыстықтай бірден балаларға кесіп бердім. Ортасы толығымен піседі. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Карина. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.